Сәлем достар, үйлеріңізде ет жоқ кезде көкөністермен мына тағамды жасап жеңіздер. Ең алдымен сәбізді үккіштен өткізіп аламыз. Және кабачок болса, кабачокты үккіштен өткізіп аламыз. Тұз салып, араластырып қоя тұрамыз. 2 тал жұмыртқаға шымшымдап тұз салып араластырып, табада қуырып аламыз. Қуырып алған жұмыртқаны солонкалап турап шығамыз. Енді жаңағы көкөністерімізді суын шығарып отырып, қысып отырып, ыдысқа барлығын қосып салып ап, дәмдеуіштерімізді саламыз. Қызыл бұрыш, қара бұрыш, соя соусын қосып араластырамыз. Және 1 қасық өсімдік майын қосып араластырып аламыз. Елеп дайындап алған қамырды жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Неғұрлым жұқа болса сонша жақсы. Салмасын салып, жай ғана шетін жақсылап отырып жабыстырып шығамыз. Және қызып тұрған табаға май жағып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Ас болсын.